бір тұқымның келіп шығуына қаншама халықтың маңдай тері тамды дейсіз. Оған енді оны тек қана бір өнімділігі көрінбегендігі себептен әзір елімізде жылқы шаруашылығын дамытып отыр. Спорт жылқысы деп бет алысып отыр. Әрқандай адам жылқы десе спорт жылқысына бет салса да ақшасын бәрін ағылшын жылқысы, араб, ақалтеке деп ақшаны жұмсайды. Ал енді өзіміздің Шинжаңдағы халықты алсақ, ондай қымбат бағалы жылқыны ала алмаса да, алдымен іле жылқысы деп, іле тұлпары деп соған ақша жұмсайтынды қалайды да, тіпті солардан айғыр әкеліп өзінің қолында қазақ жылқыларына қосып отыр. Бұның барлығы қазақ жылқысының ақырындап құрып кетуіне, бет алуына негізгі бір бағыт болып бара жатыр. Соған осындай енді генетикалық жағынан оның көптеген жақсы гендерін тауып шығуымыз керек. Бұдан кейін, мәселен, оның сүттілігін асыратын, етілігін асыратын, етінің дәмділігін асыратын, жорға, ұзаққа шыдамдылық, жемшөпке шыдамды, ауруға шыдамды деген секілді, ортаға үйлесімді деген секілді көптеген контролатын жақсы гендер бар. Бұл баста араб жылқысы, ағылшын жылқысы, бұлар мүмкін осындай артықшылықтардың бәрі бір жылқыда бола бермейді. Ал біздің бір қазақ жылқысында осының көптеген артықшылығы бар. Тек қана басқа жылқыға жетпейтін жері, ағылшынға, мысалы арабқа жетпейтін жері, ол оның ұшқырлық жағынан ғана кемшілігі бар деп ойлаймын. Бірақ олардың біздегі қазақ жылқысының артықшылығын айта берсең көп, соны қайтуымыз керек, енді жалғасты зерттеуіміз керек. Көптеген салалардың, көптеген ғылыми қызметшілердің осыған атсалысуын тілеймін. Қазақ ұлты осыдан 6000 жыл бұрын жылқыны қолға үйреткендігі тарихи деректер мен зерттеулерде анықталған. Сонымен тарихта халқымыз малданған жылқыларды қазақ жылқысы деп атап, еліміздің батыс солтүстігі, Қазақстанда, Қырғызстанның солтүстігін және Монғолияның батыс аймақтары, сондай-ақ қазақ қоныстанған өңірлерге осы қазақ жылқы тұқымдары таралған өңір болып қалыптасқан. Тарым дашөсі ауыл шаруашылық ғылымының докторы Гімінгүл Мұқантайқызы 2006 жылы жылқы тұқымын зерттеу қызметін қолға алғаннан бастап, еліміз және Қазақстан, Монғолиядағы қазақ жылқыларының тұқымына тынбай зерттеу жүргізді. Электр қаннан алынған дейін, спиртке шылағанда мына ұйып осылай болды. Қазір спиртті ұшырып кеткеннен кейін барып, оны және сұйылдырып алып, соңы жалғасыда қалған тәжірибені істейміз. Өзіміздің Шинжаңның солтүстігіндегі Жоңғар, Алтай, Тарбағатай, Іле өңіріндегі қазақ жылқылардың дене өлшемдерін алып, және сонымен бір уақытта қанын алу арқылы динкасын зерттеу мақсат қылды. Негізінде динка болғанда МТ динка дейміз. Бұл аналық жағынан тұқым қуалауды негіз етеді. Нәтижесінен көрініп тұр екен, бұл қазақ жылқысының аналығы өте көп. 13 аналығыға бөлінеді екен. Қазірге дейін халықарада 18 аналық, бүткіл жылқының аналығы 18 деп мәліметтер бар. Біздікі 13 иеленді. Ал енді тұқым қазақ жылқысы мен Қазақстанда қазақ жылқысы және өзіміздегі жылқылар арасындағы тұқымдық қатынасы да онша айырмашылық жоқ, өте жақын болды. Енді осы арқылы енді көруге болады екен, өзіміздің Шинжаң өңірінде, сосын Қазақстан өңірінде өзгезде көптеген жылқылардың тұқымы бірлікте жасағандығын дәлелденіп отыр. Әзір осы тек қана қазақ жылқысының осындай бір әрбір райондағы жылқылардың арасындағы туыстық қатынас қалай деген бір күмәнға бір шешім таптым деп ойлаймын. Негізінен бірдей, тек қана бұл жағрапиялық орта ұқсамағандығынан, бақ басқару ұқсамағандықтан, бұл жылқыға болған байынтұрапкалаудың айырмашылығынан ұқсас бір тұқымдағы жылқының ұқсамаған өнімділікке ие болғанын айқындалып отыр. Расында 2000 жылдан кейін еліміз жылқы шаруашылығына мән беріп, жылқы тұқымын қорғау, сұрыптау жұмыстары қолға алынғаннан бері, районымыз көлеміндегі жылқы тұқымдарын түрге айырып, сұрыптау жұмыстары да жүріле бастаған еді. Кейін келе,
Негізгі зерттеу шетел сортты жылқы тұқымдары мен әле будан жылқысы сияқты жылқы тұқымдарына бағытталып, қазақтың байырғы жылқы тұқымын шегінген тұқым, шабан шардақ мәстек делініп, көптеген мамандардың назарынан қағыс қалғаны шындық еді. Алтай аймағы жөнінен алып айтатын болсақ, біздің аймағымызда жерлік жылқылардың біршама қаны тұнық, басқа тұқымдармен көп араласпаған, тұнық сақталған 100 мыңдай қазақ жылқысы бар. Бұл жылқылар қазақ жылқысының ішіндегі Алтай тібіне жатқызуға әбден болатын жылқылар. Яғни, Алтайдағы осы өсіріліп келе жатқан жылқылары Алтай жылқысы деп айтылады. Өйткені бұл тарихи материалдарда, деректерде жазылған. Алтайда кезінде бойы биік, дене тұрпаты сұлу жылқылар өсірілгендігі жазылады. Міне біздегі өсіріліп келе жатқан Алтай жылқысы сол жылқылардың ұрпағы деп айтуға болады. Дүние жүзіндегі көптеген жылқы тұқымдарын шығару барысында осы қазақ жылқысынан көп пайдаланған. Орыстың Барменсов деген атақты жылқы маманы сонау 18 ғасырда былай деп айтқан: қазақ жылқысын әстен назардан шығарып тастауға болмайды. Өйткені бүкіл орыс жылқысының арғы тегі қазақ жылқысынан келгендігін естен шығармау керек деген. Демек, қазақ жылқысының осынша дүние жүзіне таралуы, оның сондай шыдамдылығы, қысы жазы дала жайылымында бағылса да ешбір азбайтындығы, өсіп өнгіштігі және өнімінің жақсы, жоғары, сапалы болатындығынан келіп отыр. Сол үшін біз қазір осы санды мәліметтерге негізделе отырған кезде жылқы шаруашылығының қаншалық төмендегенін көреміз. Демек, бұл бізге қазақ жылқысын, яғни Алтай жылқысын қорғауға алмаса болмайтын дәрежеге жеткендігі турасында бізге сигнал береді. Қазақ халқының әмәлияттық тұрмыс барысында оларға ең жақсы нәтиже берген жылқы тұқымдары араб және түрікмен жылқы тұқымдары болып есептеледі. Міне осы араб және түрікмен жылқыларын пайдалану арқылы қазақ даласында қазақ жылқыларынан бірнеше нәсіл, яғни бірнеше линиялар барлыққа келген. Атап айтар болсақ, қазақтың арғымағы, қарабайыр, қазанат, сауран жылқысы, адай жылқысы, найман қарабайыры қатарлы бірнеше жылқыларды жетістіріп шығарған. 2013 жыл